16-да 13-ші есеп. Комплекстік жазықтықта нүктелер жиынын кескіндеңдер дейді. Бірінші есеп. Z комплекс санының модулі 2-ден кіші. Комплекстік жазықтықта әрбір комплекс санға қандай бір нүкте сәйкес келеді. Біз Z комплекс санын x плюс y көбейтілген i түрінде жазыламыз. Сонда комплекстік жазықтықта бұл Z деген санға, комплекс санына x, y нүктесі сәйкес келетін болады. Енді комплекс санның модуль Z, яғни x плюс y көбейтілген i деген комплекс санның модулі x квадрат плюс y квадраттың түбіріне тең. Осы бізде кіші болу керек 2-ден. Есептің шарты бойынша. Осы теңсіздіктің екі жағын квадраттайтын болсақ, бізде мынау квадрат түбірдің астындағы тұрған өрнек оң сан, мынау 2 оң сан, екі жағын квадраттауға болады. Сонда бізде x квадрат плюс y квадрат кіші болады 4-тен деген теңсіздік шығады. X квадрат плюс y квадрат кіші 4-тен. Бұл центрі координат басында орналасқан, радиусы 2-ге тең болатын шеңбердің ішкі аумағы болады. Яғни центрі координат басында жататын, радиусы 2-ге тең болатын шеңбердің ішкі бөлігі. Теңсіздік қатаң болғандықтан біз шеңбердің өзін алмаймыз, қарастырмаймыз. Ол үшін біз шеңберді үзік сызықпен сызып көрсетуіміз керек. Шаммен мынандай болады. Осы мынау шеңбердің ішкі бөлігі, яғни былайша айтқанда шекарасы жоқ дөңгелек, осы біздің есептің жауабы болып табылады. Мынау шеңбердің ішкі бөлігі. Келесі есепті қарастырайық. Екінші есепте бізде былай дейді. Модуль Z минус 4i кіші болу керек 3-тен. Бұл жерде де біз Z-ті x плюс y көбейтілген i түрінде көрсетеміз. Комплекстік жазықтықта бұған x, y нүктесі сәйкес келеді. Осы теңсіздіктің Z-тің орнына осы x плюс y i-ды қойып, минус 4i дейміз, кіші 3-тен дейміз. Енді мынау модульді есептейтін болсақ, модульді есептеу үшін мынау комплекс санымызды біз былай деп жазып аламыз. Жорамал бөлігі мен нақты бөлігін анықтап алайық. X бұл жерде нақты бөлігі, ал жорамал бөлігі i-ды жақшаның сыртына шығаратын болсақ, y минус 4 болады. i. Бұл модуль бізде x квадрат плюс y минус 4-тің квадратына тең. Яғни нақты бөлігі бізде x-қа тең, жорамал бөлігі y минус 4-ке тең. Осы түбір бізде 3-тен кіші болу керек. Тура алдыңғы есептегідей теңсіздіктің екі жағын квадраттаймыз. Мынандай теңсіздік шықты. Осы екі жағын квадраттауға болады, өйткені екі жағы да оң сандар. Онда біз мынаны нәрсені аламыз. X квадрат плюс y минус 4-тің квадраты кіші болады 3-тің квадратынан. Бұл центрі, былай жазылсақ болады, x квадрат, x минус 0-дің квадраты плюс y минус 4-тің квадраты
кіші 3-тің квадраты. Бұл центрі 0,4 нүктесі болатын, радиусы 3-ке тең болатын, центрі 0,4 нүктесі болатын, радиусы 3-ке тең болатын шеңбердің ішкі бөлігі, яғни радиустың кішкентай болу керек. Былайша айтқанда, 0,4 нүктесі нен арақашықтығы 3-тен кіші болатын нүктелер. Сонымен 0,4 нүктесі мына жерде орналасқан, радиусы 3-ке тең болатын шеңбер сызатын болсақ, мына жерде де 7 деген нүкте бар дейік. Пунктир сызықпен сызамыз, өйткені бізде теңсіздік қатаң. Тең болса, онда біз шекара анықталатын едік. Онда пунктир сызықпен шеңбер сызып өтеміз. Бізде арақашықтық, 0,4 нүктесінен арақашықтығы x, y-тің. X, y нүктесінің, яғни z нүктесі, z-ке сәйкес келетін нүктенің. 0,4 нүктесінен арақашықтығы 3-тен кіші болу керек дейді. 0,4-тен кіші болатын арақашықтық ол мынау шеңбердің ішкі жағы. Шекарасын не істемейміз, алмаймыз. Мынау боялған жер болады. Оны дәптерде штрихтап көрсетеді. Келесі есеп. Үшінші есепте бізде модуль z минус 2 минус i кіші неместен 2 болу керек. Бұл жерде де z x плюс y көбейтілген i түрінде жазамыз. Сонда бізде мынау z минус 2 минус i модулі тең болады x плюс y көбейтілген i минус 2 минус i модуліне. Енді нақты бөлігі мен жорамал бөлігін ажыратып жазайық. Нақты бөлігі x минус 2 болады. Жорамал бөлігі y минус 1 болады. Көбейтілген i. Бұл тең түбірдің астында x минус 2-нің квадраты плюс y минус 1-дің квадраты. Бұл мына z. Есептің шарты бойынша бұл бізден 2-ден кіші немесе тең болу керек. Енді мынау теңсіздіктің екі жағын квадраттайтын болсақ, онда x минус 2-нің квадраты плюс y минус 1-дің квадраты кіші немесе тең 2-нің квадраты болу керек. Бұл теңсіздікті қанағаттандыратын нүктелер жиыны центрі 2-де 1 нүктесінде жататын, радиусы 2-ге тең болатын шеңбердің іші, былайша айтқанда дөңгелек болады. Центрі 2-де 1, радиусы 2-ге тең дөңгелекті сызамыз. Центрі 2-де 1, центрі 2-де 1, радиусы 2-ге тең дөңгелек. Теңсіздік қатаң емес, яғни тура 2-ге тең де болуы мүмкін арақашықтық z нүктесінен мынау 2-де 1 нүктесіне дейін арақашықтық. Осы дөңгелектің, осы шеңбердің ішкі бөлігі, яғни мынау дөңгелек болады бізде. Есептің шешуі. Есептің жауабы. Сонымен теңсіздік қатаң болмағандықтан біз шекараны не істейміз, қоса аламыз. Оны біз тұтас сызықпен сызып көрсетеміз. Енді келесі есеп. Төртінші есеп. Төртінші есепте бізде
z санының нақты бөлігі минус 2-ден үлкен болу керек дейді. Z санының біз x плюс y i түрінде жаза аламыз. Z санын. Оның нақты бөлігі x-қа тең. Яғни x үлкен болу керек минус 2-ден деген сөз. X минус 2-ден үлкен болатын барлық нүктелерді анықтаймыз. X минус 2-ге тең болатын нүктелер X минус 2-ге тең болатын нүктелер бізде мынандай түзу болып табылады. Вертикаль түзу. Бұл вертикаль түзудің бойындағы барлық нүктелердің X-і абсциссасы минус 2-ге тең болады. Енді бұл түзудің сол жағында жатқан нүктелердің X-і минус 2-ден кіші болады. Ал бізге минус 2-ден үлкен болатын нүктелер керек. Яғни бұл түзудің оң жағында жатқан нүктелер болу керек. Сонда біз мынау жарты жазықтықты не істеуіміз керек? Көрсетуіміз керек. Енді бізде негізінде қарап отырсаңыздар, x үлкен болу керек минус 2-ден деп тұр. Яғни біз мынау түзуді үзік сызықпен көрсетуіміз керек. X тең минус 2 түзуін. Яғни бұның бойындағы нүктелерді біз алмауымыз керек. Үзік сызықпен сызық көрсеттік. Мынау минус 2 x тең минус 2 түзуінің оң жағын сыздық. Келесі теңсіздік im z кіші болу керек 1-ден. Яғни егер z-ті біз x плюс y көбейтілген i түрін жазатын болсақ, im z ол бізде жорамал бөлігі y-ге тең. Яғни бізде y кіші болу керек 1-ден деген сөз. Y-гі 1-ден кіші болатын барлық нүктелердің қай жерде орналасқанын істеп алайық, анықтап алайық. Ол үшін біз y тең 1 түзуін сызып аламыз. Теңсіздік қатаң болғандықтан пунктир сызықпен сызуымыз керек. Y тең 1 түзуі бізде y өсі. Ол мынау түзу болады. Горизонталь түзу. Бұйық сөзіне параллель. Бізде y осы 1-ден кішкентай болу керек. Яғни бұл түзудің бойындағы нүктелердің y-гі 1-ге тең. Бұл түзуден жоғары орналасқан нүктелердің y-гі 1-ден үлкен болады. Бізге y-гі 1-ден кішкентай болу үшін мына түзудің астыңғы жағында орналасу керек нүкте. Осы түзудің астыңғы жағында орналасқан барлық нүктелердің y координатасы 1-ден кішкентай болады. Яғни осы жерде жатқан барлық нүктелер біздің мынау берілген теңсіздікті қанағаттандырады. Яғни жауабы мынау. Арғы келесі 6-шы есеп, 6-шы есеп im z үлкен минус 2-ден. Тура алдыңғы есептегідей z-ті біз x плюс y көбейтілген i деп жазыламыз. Im z ол бізде y, яғни жорамал бөлігі. Осы жорамал бөлігі бізде минус 2-ден үлкен болу керек. Осы y үлкен болу керек минус 2-ден деген аумақты біз қазір көрсетеміз. Ол үшін y тең минус 2 түзуін сызып алуымыз керек. Теңсіздік қатаң болғандықтан пунктир сызықпен сызамыз. Бұл түзудің бойындағы нүктелердің y-гі минус 2-ге тең. Бұдан төмен орналасқан нүктелердің y-гі минус 2-ден кіші болады. Бізге
координатасының y минус 2-ден үлкен болатын нүктелер керек. Яғни осы түзудің жоғарғы жағы болады. Мына жоғарғы жағын шықтықтаймыз. Түзудің жоғарғы жағы.